Ішкі істер министрлігі заң мен тәртіп қағидаты бойынша есірткі қылмысына қарсы күресті жалғастыруда деп хабарлайды полиция.kz. 4 айда 3000-ға жуық есірткі құқық бұзушылығы анықталған, оның ішінде 828 сату фактісі бар. Заңсыз айналымнан шамамен 3,5 тонна есірткі тәркіленді, 259 килограмм синтетика, 2 тоннаға жуық марихуана, сондай-ақ 303 килограмм гашиш тәркіленді. 83 есірткі зертханасы жойылды, 6 тоннаға жуық прекурсор тәркіленді. 20 ұйымдасқан қылмыстық топтың жолы кесілді. Заңсыз контенті бар 11 мыңнан астам сайт, сондай-ақ 1 миллиард теңгеден астам сомаға 12 мың банк картасы мен шот бұғатталды. 1783 адам ұсталып, оның 669-ы қамауға алынды, деді Ішкі істер министрлігінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитеті төрағасының міндетін атқарушы Данияр Мейірхан. Спикердің сөзінше, сәуір айында бірқатар сәтті операция жүргізілген. Қосшы қаласында Ақмола облысының тумасы ұсталды. Оның автокөлігінен 6,5 килограмм APVP синтетикалық есірткісі тәркіленген. Одан кейін жүргізілген іс-шаралар барысында басқа да күдіктілер Солтүстік Қазақстан облысының тұрғындары ұсталды. Олардан тағы 1 килограмм синтетика тәркіленді. Астана қаласында Ақтөбе тұрғыны ұсталды. Одан 2,5 килограмм синтетикалық есірткі тәркіленді. Барлық күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалған.